Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен бірге Жансая. Бүгін сіздерге бір істегенде сәтті болып шығатын қатпарлы самсаның рецептімен бөлісетін боламын. Менімен бірге видеоның соңына дейін көрулеріңізді сұраймын. Таза ыдысымызға суымызды, жұмыртқамызды, тұзымызды, сұйық майымызды құйып, жақсылап араластырып аламыз. Бір келкі тұзымыз еріп, барлығы араласқанша. Араластырып болған соң алдын ала тартып қойған ұнымызды саламыз. Жақсылап илейміз. Көріп тұрғандарыңызда осындай тығыздықта болады. Қатты емес, қатты жұмсақ емес, орташа. Екі бөлікке бөліп, екеуін де күлшелеп қоямыз. 10 минутқа бетін жауып қоямыз. 10 минут болды, енді бір қамырымызды алып жаямыз. Каналыма тіркелмеген болсаңыз, каналыма тіркеліп, қазақша каналдың одан ары дамуына септігіңіз тигізіп, төменге пікіріңізді қалдырып, сонымен қатар осы видеоны туысқандарыңызға, достарыңызға жіберіп бөлісіп отырсаңыз, менімен бірге видеоның соңына дейін үзбей қарауыңызды сұраймын. Қамырымызды жайып аламыз, топ-томалақ етіп. Қамырдың дұрыс жаюының әдісі менің каналымда бар. Каналыма өтіп кіріп көрсеңіздер болады. Укроп қосылған және укроп қосылмаған түрі де бар. Ұнды ортасына, жан-жағына сеуіп, бір шетке бұл қамырымызды қойып қоямыз. Ұнды сеуіп атқан себебіміз бір-біріне жабысып қалмас үшін. Енді екінші қамырымызды жаямыз. Қамырымызды жайып алдық. Енді алдын ала сармайымызды ертіп алып, бетіне жағамыз бір тегіс етіп. Жағып алған соң жаңағы жайып қойған қамырымызды бетіне жаямыз. Енді бұның бетіне де тағы да сармай жағамыз. Жағып болған соң бір шетінен бастап шиыршықтап ораймыз. Ораған соң қақ ортасынан бөлеміз. Көз мөлшермен кесіп аламыз. Менің каналымда бұдан да басқа самсаның рецептері бар, кіріп көрсеңіздер болады. Таза пакетімізге салып қоямыз да, мұздатқышқа қойып қоямыз 40 минутқа. Осы кезде салмасын дайындаймыз. 500 грамм менде шегілген ет, үстінен пиязымызды 4 бұрышты майдалау етіп тураймыз. Сұйық майымызды құямыз, дәмдеуіштерімізді саламыз. Жақсылап араластырамыз. Самсаны майдалау етіп жасаймын. Сол себепті кішкентай ғана күлше жасаймын домалақ етіп. Егер де сіздердің самсаларыңыз үлкен қылып жасайтын болсаңыздар, бөлмесеңіздер де болады. Қамырымызды жайып аламыз. Осылай қамырымыздың қалыңдығы дәл осындай болады. Салмасын салып, самсамызды бүгеміз.
Әдемі самса болды. Барлық самсаларымызды дәл осылай бүгіп аламыз. Пісіретін табамызға саламыз. Бір жұмыртқаның сарысына бір ас қасық сүт құйып, араластырып бетіне жағамыз. 190 градуста 35-40 минутта пісіріп аламыз. Өте жұмсақ, қатпарлы. Қазір ыстық болып тұр өлгенге. Бірақ көріп тұрғандарыңыздай жұмсақ болып пісіп шыққан. Еті де таза піскен. Міндетті түрде істеп көріңіздер. Менімен бірге видеоның соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Істеп көріңіздер, ас болсын.